Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 24 шілде 2026 жыл. Біз Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Төменарық ауылына келіп тұрмыз. Мына жерде Ботагөз деген қарындасымыз бізге 14 шілдеде 2026 жыл ағасының жоқ болып кеткені туралы хабарласып, іздеу салуына көмек сұраған. Біз ол туралы әлеуметтік желімізге салған болатынбыз. Жоғалған адамның фамилиясы Сәрсенбаев Бибасар деген мырза. Ол кісі әркімге жалданып мал бағып жүрген. Ол туралы қазір қарындасы кеше бізбен хабарласып, ағасының қайтыс болған туралы айтты. Ол ағасының қайтыс болған туралы айтқан кезде, бұл жерде оны алып кеткен Азамат деген жігіт үйінен келіп алып кеткен. Ол жаңағы Бибасар мырзаның бармайым, айлық төлемейді деген сияқты әңгімелерін айтып отыр. Өзіңіз таныстыра кетіңізші. Мен Сәрсенбаева Ботагөз Қыдырбаевна. Сәрсенбаев Бибасар, ол менің папамның інісі, менің почти туған ағам. Бәріміз бірге, кішкентайымыздан бірге өскенбіз. Оқиға қалай болды? Ол кісіні кім алып кетті? Қандай бағытқа алып кеткен? Осы туралы айтыңызшы. Ол кісіні үші күні сағат 2 мен 3 шамасында 3 шілдеде. Иә, 3 шілде күні тауға алып кеткен, қой бағуға. Кім? Саку деген кісінің баласы Азамат деген жігіт алып кеткен. Ал ол қой бағуға бармайым деп отыр деп еді. Ол кетуіне не себеп болды? Кетсе киім кешегін, басқа құрал жабдықтарын алып кеткен ба мал бағатын? Жоқ, ешқандай нәрсесін алып кетпеген. Алдыңғы айлығында ол кісіге айлығын дұрыс төлемеген. Содан қалтасынан 10 мың теңге шығарып көрсетіпті. Мен сенің айлығыңды берем, жүр қалғанын магазиннен алып берем деп. Сонымен еріп кеткен. Сумкасы, телефоны сол жатқан жерінде аяқ жағында қалған. Үйде? Иә, үйде. Ал енді қай магазинге барған бұлар? Бұлар Нурик деген магазинге барған. Сол жерден бір коробка арақ алған. Ол арақ алғандығын магазиншінің өзі де, сосын артында тұрған Сико деген жігіт, наспай алған сол жігіт бізге негізі хабарлады. Бір жәшік арағыңыз 6 шөлмек қой? Иә, 6 шөлмек. 6 шөлмек. Соны алып кеткенін айтып отыр ма жаңағы Азаматпен бірге? Иә. Бибасар мырзаның, ақынның. Ал енді бұл жерде айта кетейікші, бұл Бибасар 3 күні кетеді. Сізге қай күні Бибасардың жоқ екенін хабарлайды? Бізге 10 күні азанда 7-тен 15 кеткенде, оны бізге айтқан жоқ. Нұрлан деген кісіге айтады. Сосын Нұрлан деген кісіге WhatsApp-тан аудио жазады. Ол кісі менің әпшеме жібереді, менің әпшем маған жібереді оны. Нұрлан деген кісі сіздерге қандай қарым-қатынасы бар? Жоқ, біздің туысқанымыз емес, ол Саку деген кісінің ол досы. Ал енді бұл жерде Нұрлан сол кезде WhatsApp арқылы хабарласады, иә? Иә, WhatsApp арқылы. Жаңа Бибасардың жоқ екенін айта ма? Иә, бүгін мен уже 3-ші күн мен іздеп таба алмай жатырмын, туысқандарына, әпшелеріңе айтыңыз дейді. Содан кейін қандай шаралар көрдіңіздер? Жаңағы полицияға қай күні арыз жаздыңыз? Мен сол күні сағат 9-дан 15 кеткенде бірден арыз 10 шілде күні. Иә, 13 шілде күні бірден 102 арнасына звондап, бірден арыз түсірдім мен. Полициялар қандай шара көрді? Полициялар дәл ол күні іздеуге шықпады. Одан кейін мен қайта звондадым, прокуратураға звондадым, прокурордың өзіне бардым. Сөйтіп жүріп, Жаңақорған ауданы? Иә, Жаңақорған ауданы МЧС-тің бастығының номерін тауып алып, оған звондадым. Содан кейін барып ол кісілер дронмен шықты. Қай күні шыққан білесіз ба? Иттермен шықты. Қай күні точно шыққан білмеймін. Бірақ шықты. Таба алмады ма? Жоқ, ол кісілер таба алмады. Қай жақты іздеді? Таудың бүкіл жағын іздедік деді. Сосын ар жаққа қарай кеткенін көрген 2 адам бар дейді. Олардың бәрі өзінің адамдары. Біреу жиені, біреу кішкентай 4 жасар қыз. Азаматтың ба? Иә, Азамат. Ал енді сіз айтып отырсыз ғой, бұл жерде сіз қазір бүгін кімнен күмәнданып отырсыз өзіңіз? Мен Азаматтан күмәнданамын. Ол неге бармайым деген адамды алып кетеді? Алып кетеді. Оның зорлап алып кетті ма, мәжбүрлеп алып кетті ма? Өйткені бұл мал бағуға кетер кезде бұл кісілер айтып отыр да, киім кешегін басқасын алып кететін еді дейді. Бұл жолы жалғыз жаңа үстінде киіммен кеткен ба? Иә, сол футболкасымен, трикосымен кеткен. Ендігі мәселе тағы да бір көтерілетін мәселе болып тұр. Бұл жерде полиция, акимат жаңа біздің шығарған интернет желісіне шығарған осы сюжеттерге не жазып жатыр? Жаңа айттыңыз ғой, жаңағы Жаңақорған ауданының әкімшілігі ма? Жазғанын оқыдыңыз ғой? Әкімшілігі, иә. Не деп жазған? Сізді
белгісіз бағытқа шығып кетті деген. Белгісіз бағытқа шығып кетті деп жазған. Мен ондай ешқандай да арыз жазбадым. Мен тек қана үші күні Саку деген кісінің баласы Азамат деген жігіт менің ағамды мәжбүрлеп бармайын десе де алып кеткен, ақшаңды берем жүр деп ертіп алып кеткен. Еще жолай магазинге соғып ішімдіктер алып кеткен ба? Иә. Енді бүгінгі күні ағаңызды қай күні тапты енді жаңағы денесін? Біз 18-не шейін, біз тоқтамай 10-нан бастап 18-не шейін күнде барып тұрдық. 19-ы күні біз шаршап машина таппай бармаған тұқымыз. Сол күні кешкі уақытта 6-7-лердің шамасында деймін, шатаспасам. Сол кезде маған көршім хабарласады. Бота сөйтті, сондай ағаң қайтыс болды. Тау жақтан табылыпты, Баймен деген жерден дейді. Ал сіз жаңағы табылған жерді, айтқан жерде жүрдім деп қалдыңыз да, іздеп? Біз бардық ол жерге, 4 әпшеммен бірге бардық біз ол жерге. Ол кезде оны көрмедіңіздер ме? Жоқ, ол жақта өйтіп адам құлап қалып астынан көрінбей қалатындай ол жақта жусан жоқ. Жусандар кішкене ғана. Мынаған назар бөліңіздер. Енді бұл Бибасар деген мырза сол жерде қанша жыл мал баққан, тауды жақсы біледі деп отырсыз, иә? Жақсы біледі деп. Оның адасып кетуі мүмкін емес та. Содан кейінгі бір мәселе, бұл жерде назарын алу керек. Полицияда, тергеу амалдарында оны алып кетеді. Бұл кісінің айтуы бойынша мәжбүрлеп алып кетеді. Бармайым деген, айлығын бермей қойған. Қалтасынан ақша көрсетіп, ол кісінің арақ ішеді ғой. Арақ ішеді, ағам арақ ішеді. Арақ ішетінін айтып отыр, басқасын айтып отыр. Оны жасырып отқан жоқ. Бірақ арақ ішкен адамға қиянат жасай бере ме? Ол да адамның баласы. Бұл кісінің қазір бүгінгі күні күмәнданып отқан адамы кім дедіңіз? Азамат дедіңіз ба? Азаматтан күмәнданып отыр. Ол еркінен тыс алып кетеді. Оны неге тауға барады? Тау осы жерден 50 шақырым дедіңіздер ма? Одан көп ол. Чименттей жер. Шымкентте жер? Осы жерден Чименттей жер. Ал енді тағы да бұл жерде бір сөздің екі түрлі ұшы шығып жатыр. Бұл Азамат кіммен бардық деген полицияға? Азамат полициядағы жауабында Бақытжан деген құда балам барды деген, сосын Мако деген жезден барды деген, Сабыр деген кісінің нивасымен бардық деген. Ал Сабыр деген кісіге лично өзім мен 2 рет бардым. Екеуінде де маған айтқаны, мен 3 күні барған жоқпын, 5 күні апардым, тек қана Бипам мен Азаматты ғана апардым деді. Екеуі де мас тұқым, коробкада бір заттары болды деді. Ол кісі мойындап тұр, оны неғып тұрған жоқ. Бірақ Азамат тағы да басқаша мәлімдеме беріп тұр, иә? Енді бұл жерде іздеуіш жоқ дей ма, бұл кісілердің жағдайларын жаңағы ішетінін басқасын айтып отыр. Жаңағы арақ ішкен адамға сондай іс-әрекет жасай бере ма? Түсінбей отырық. Бұл жерде полицияның өзі жаңағы бұл кісі айтып отыр, камералардан ұсындым, немесе полицияда басқаша қарап жатыр деп айтып қалды. Соны түсіндіре кетіңізші көрермендерге. Мен Нурик деген магазиннен камерадан алдым, 3 күні барған. Содан кейін мен сіңілім жасайтын тұғын поликлиникада, соған аптекада, соған барып айтқан сағат 6-лардың шамасында 5-тен 59 кеткенде мен мұрныма тамызатын алайыншы, қатты қиналып тұрмын, тауға кетіп баратыр едім деп. Артынан жоқ, мен ағам емес, Азамат. Азамат айтқан. Нивамен барған, жаңа Сабыр деген кісінің нивасы. Содан мен соны камерадан түсіріп алып, бәрін видеосын алып, оны мен оперлерге ұсындым. Мынаны сақтаңыздар, немен қараңыздар, осыған ұқтылықпен қарап. 3 күні болған ба? 3 күні болған. 3 күні Азамат жаңа амбулаторияға барып, бір құралғын қараған тамызатын, иә? Мұрнына тамызатын. Сол кезде сіңілім айтып отыр, үстінің бәрі арақтың иісі сасып кеткен. Сөйтіп келді да алып кетті деген соң, мен бірден сол магазиннің қасындағы БК деген, аптека, жаңағы поликлиниканың қасындағы БК деген магазинге барып, бәрін видеоға түсіріп алдым. Флешкіге де басып алдым. Басып тергеу амалдарын ұсындыңыз, оперге ұсындым. Ал енді бұл жерде Азаматтың сөзі бір бөлек, жаңа апарып тастаған Ниваның егесі кім дедіңіз? Ниваның егесі Сабыр. Сабыр деген кісіден неге жауап алмайсыздар десем, ол кісі больницада жатыр екен. Аяқ астынан больницаға түсіп қапты, сол себепті біз одан жауап ала алмаймыз деді. Енді бұл жерде түсініксіз нәрсе, үйінен енді қарындасымыздың айтуы бойынша мәжбүрлеп алып кетті дейді. Еще алдыңғы айлықтарын төлемеген, бармайым деп ол кісіге отказ бергенін тағы өзіңізден басқа дәлелдеме ретінде
ағасы айта ма, кім айтады тағы да бармаймын деп? Папам айтып отыр ғой. Бармаймын деген, Иә, бармаймын деген ба? бармаймын. Бармаймын, не үшін бармаймын деді? Айлығын дұрыс бермесе қайтып барады. 20 мың кем беріп тұр. Алдында оны айта салайықшы. Алдында бұл басқа біреуді жіберген деп естідік та, басқа біреуді кеп қой бақсын деп жіберген ба? Жоқ. Сабыр деген кісіні жіберген. Бипанды неге тауға алып кел деп. Ол кісі менің ағамның геморройы шығатын болған. Сол геморройы шығып қанап тұрған соң бұл жаңағы Саку деген кісінің әйеліне звондаған, Зада деген кісіге. Зада, аналарға айт, бұл малға жарамайды, ауырып отыр деп тастап кеткен бір күн бұрын. Екісі күні келіп тастап кеткен, үші күні азамат келіп алып кетіп қаптыр. Деген бірақ артынан өзі келіп алып кетіп тұр ғой. Азаматтың өзі келіп алып кетті. Енді мынау қазір мынау өкіметтен ішкі істер министрлігі Сәденов Ержан мырзадан, Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Асыл мырзадан біз үндеу жолдаймыз қазір. Мына Ботагөз деген қарындасымыз әкесінің інісінен айырылып, өстіп мәжбүрлеп үйінен алып кеткенін айтып отыр, жолшыбай ара қалғанын айтып отыр. Бұл кеткеннен кейін 2-3 күннен кейін хабар тигізген ғой сонда сіздерге. Жоқ, ішінен бері онын айтты 7 күннен кейін. 7 күннен кейін хабар беріп отыр, шығып кетті белгісіз жағдайға дейді. Бірақ бұл жерде айта кету керек, белгісіз жағдай ол таудың қыр-сырын жақсы білетін Бибасар деген мырза жақсы білетін адам, сол жерде мал баққан дейді. Ал енді бұл жерде жаңағыдай Шымкентте жер болатын болса, почти 200 километр жер ме осымен? Иә, сондай ұзақ ол. 200 километрдей жерге алып барған, неге жаяу жібере салды, белгісіз бағытқа қалай кетті? Енді сол мал қораның жанынан 800 метрдей жерден табылды деп естідік, рас па? Иә, рас. 800 метрдей. Біз өзіміз бірақ. Бұл кісілер мал қораға барып айналасын іздегенін, МЧС, полиция басқа барып іздегендерін айтып отыр. Енді ол жерде ол кезде осы Қызылорда облысы және Түркістан облыстарында 55 градусқа дейін, мен қателеспесем, ыстық болған. Ол бірден иіс шығып, иісінен ақ әлемді алып кетер еді. Бұл жерде бір құйтырқы іс-әрекеттер бар ма деп күмәні бар. Әділдік салтанат құрады деген ойдамыз. Тергеу амалдарын Қызылорда облысы алу керек міндетті түрде, өйткені жаңа Орғанда жұмбақ өлімдердің болып жатқанын осы әлеуметтік желіден естіп жатыр. Ал бұл егер бүйтіп бірмен келіп басқа да бір іс-әрекеттер ме, біз күмәнданамыз. Ал егер дәл сондай болып жатса, келесі кім өлетін адам? Ол белгісіз бүгінгі күні. Түркістан ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісі Ерғожаның ұлы Әлқожа. Біздің байланыс телефонымыз 8-705-969-9069. Хабарласыңыздар, жанайқайларыңыз әділетсіздікке тап болсаңыздар, біз сіздерге салтанат әділдік құрғанша қастарыңызда бірге боламыз. 19 күні денесі өлі табылды. Табылғаннан кейін мен ағамды, інімді, күйеуімді жібердім, барып жатқан жерін көрсін деп. Біз барам дегенше полиция бөлімі өздері алып кетіп, оны экспертизаға алып кетіп қалған. Біз көрген жоқпыз, ол менің ағам ба, ағам емес па білмейміз. Бізге ашпаңдар деді, ол құрттап сасып кеткен. Біз ашқан жоқпыз, сол күйінше апарып ол кісіні жерлеп тастадық. Қазақстан Республикасының бас прокуроры, Ішкі істер министрлігі сіздерге үндеу жариялаймын. Менің ағам Сәрсенбаев Бибасарды 3 күні Қожаметов азамат мәжбүрлі түрде таулы аймаққа қой бағуға алып кеткен. Мына Жаңақорған ауданының полиция бөлімі ешқандай әрекет жасаған жоқ. Мен өзім тергеу әрекеттеріне өзім көмектестім. Мына Нурик магазиннен өзім видеоны алдым. Бека деген магазиннен де өзім видеоны алып, өзім ұсындым. Осы жағдайға байланысты көмек берулеріңізді сұраймын.